Қазақстанның тәуелсіздік алуы деген тақырып. Біз осы кезге дейін 12 тақырып өттік. Ол тақырыптардың барлығында да еліміздің тарихының, отандық тарихтың қыр-сырын сонау ежелгі заманнан 91 жылға дейін алып келді. Енді 1991 жыл біздің тарихымызда жаңа кезеңнің басталғаны болып есептеледі. Енді 91 жыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі туралы заң, конституциялық заң қабылданды. Осы заңға сәйкес Қазақстан тәуелсіз, егеменді, суверенді, унитарлы мемлекет болып жарияланды. Енді ғылымда мынадай бір ұғым бар. Де юре, де факто деген нәрсе бар. Оның мәнісі қандай? Де факто деген нақты іске асқан әрекет, оқиға. Де юре деген ол сол оқиғаның, әрекеттің заңдастырылуы. Міне бізде Кеңес одағының соңғы жылдарында сол қайта құрудың барысында Кеңес одағының сөзсіз ыдырайтыны белгілі болды. Осылайша 1995 жылдың 25 қазанында Қазақстанның тәуелсіздігі туралы декларация қабылданды. Тәуелсіздік туралы декларация қабылданды. Біз осы тәуелсіздік туралы декларацияның қабылдануын де факто деп айтамыз. Яғни біздің тәуелсіздігіміздің нақты іске асқаны. Міне осы бір жыл 2 айдан астам уақыттың ішінде Қазақстан сыртқы байланысқа, сыртқы елдермен байланысқа шыға бастады. Халықаралық байланыстарын нығайта бастады. Бұның барлығы біздің тәуелсіздігіміздің жағы заңдастырылуына қажетті еді. Осы жерде мына Кеңес одағында 15 одақтас республика болды. 15 одақтас республиканы бұлар одақтан шығып кетуге құқылы деп Конституцияда айтып қойғанменен, ол мемлекеттердің шын мәнінде мұндай құқы жоқ еді. Дегенмен тәуелсіздіктің ықпалыменен алғашқы бұл Кеңес одағының құрамынан шыққан Прибалтика республикалары: Латвия, Литва, Эстония. Сонымен 12 одақтас республика болып, тағы біраз уақыт өмір сүрді. Әйгілі ГЧП оқиғасынан кейін бұл процесс тездетілді. Міне Ресей Федерациясының аумағында Коммунистік партияның қызметін тоқтатуға байланысты Ельциннің әйгілі указынан кейін осы процесс Қазақстанда басталды. Қазақстанның Коммунистік партиясы енді социалистік партия деп аталатын болды. Міне осындай кезде Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Армения, Грузия осылар өзінің тәуелсіздігін жариялап жатты. Осындай кезде баяғы 22 жылы Кеңес одағын құрған құрылтайшылар Ресей, Украина және Белоруссия еді. Осы үш елдің мемлекет басшылары Беловежская пуща деген жерде бас қосып, біз Кеңес одағын құрып едік, енді Кеңес одағын таратамыз деп олар Кеңес одағын ресми түрде таратты. Сонда Кеңес одағы құрамында өз тәуелсіздігін жариялаған жалғыз Қазақстан болды. Енді неге біз Өзбекстан мен Қырғызстанмен бірге тәуелсіздігімізді жариялап жібермедік? Неге 3 ай күттік деген нәрсе болуы мүмкін. Міне осындай мәселеде бұл мемлекет басшыларының саяси еркіне байланысты. Біздің президент жүрексінді, тағысындағы деген әңгімелерді көп айта беруге болады. Бірақ
Оның негізгі себебі мынада деп ойлаймын. Енді мынау кеңес одағы менен соншама 6000 шақырымнан астам шекарасы бар. Оның үстіне өз республикасында халқының саны тең жарысына жетпей тұрған қазақтардың тең жарысына жетпей тұрған Қазақстанның жағдайы өте ауыр болатын. Қазақстанның территориясында ядролық сынақ алаңы болғаны өз алдына Қазақстанның аумағында да баллистикалық ракеталар дегеннен орналасып қойған. Қазақстанда Орта Азия әскери округі деген болды. Сол әскери округте миллиондаған әскерилер тұрды. Демек, Қазақстан сол халықаралық жағдайды ушықтырып алмас үшін соңына дейін күтуге мәжбүр болды. Міне осылайша 16 желтоқсан күні бізде тәуелсіздік туралы конституциялық заң қабылданды. Сендер конституциялық заң деп асын сызып айтып жатқанымды мынадан аңғармын. Заңдар көп. Заңдар кей толықтырылады, өзгереді, басқа болады. Ал мына конституциялық заң дегендер конституцияны құрайтын негізгі құжаттардың бірі болып саналады. Яғни тәуелсіздік туралы заң біздің конституциямызды ауыстыруға, өзгертуге ықпал жасаған заңдардың бірі. Міне осыдан ары қарай бізде Қазақстанда тәуелсіздік кезеңі басталды дейміз. Ендігі бір назар аударатын нәрсеміз. Мына біз уақыт келеді, қазір енді 34 жыл болуына әлі 50 жыл, 100 жыл өтер тәуелсіздік алғанымызға. Дегенменен осы тәуелсіздік деген нәрсенің өзіне біз кішкене баға бере кетуіміз керек. Біздің сол шетелдегі қарсыластарымыз, оппоненттеріміз деп айтамыз. Олар айтады, қазақ деген ұлт болған жоқ, қазақ мемлекеттілігі болған жоқ, оны Ленин, Сталин құрып берді деген әңгімені айтады. Тіпті сол кездегі мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының тарихы 91 жылдан басталады. Қазақстанның ұлттық мемлекеттілігі 91 жылдан басталады деген қағидаларды айтты. Енді тарихта кім не демейді, әркім әрқандай оқиғаларды жеңістерді өзіне присваивать етіп алуға құмар болады. Дегенменен тарих өзгермейді. Өткен тарихты ешкім де өзгерте алмайды. Тек оған көзқарас өзгереді. Осы тұрғыдан алып қарағанда мына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы қазақ тарихына қатысты көп әңгімелерді айтты. Қазір мынау Ресейдің тіпті депутаттарын былай қойғанда мемлекет басшысының өзі Қазақстанның мемлекеттілігі туралы оғаш пікір айтқан кезде Назарбаев мына жақта Ұлытау деген жерде кездесу болып, сол кездесуде газетке сұхбат берді. Сол сұхбатында қазақ хандығының 550 жылдығын атап өту деген мәселе қозғалды. Ал 550 жыл деген не нәрсе? Бұны біз 500 жылдығын атап өте алмағанбыз кезінде. Қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығын. Бұл 1965 жылы еді, 65-66 жылдар. Сонда біздің ғалымдар үкіметке партияның орталық комитетіне хат жазған. Біз қазақ хандығының 500 жылдығын атап өтейік деп. Сондай кезде мынадай жауап алған ғалымдар.
Біз Қазан төңкерісінің 50 жылдығына дайындалып жатырмыз. Қазақ хандығының 500 жылдығын атап өтуге уақытымыз жоқ деген мазмұнда. Бұл нені білдіреді? Бұл қазақ хандығы бұл бос сөз. Қазақты қазақ еткен, әлі ұлтқа жеткізген сендердің тілегімен айтқанда. Ол Қазан төңкерісі. Көрдіңдер ме? Ол кезде биліктің әспеттеген құндылығы қандай? Қазіргі құндылық қандай? Міне осы айтулы датаның біз 550 жылдығын атап өттік. Одан кейінгі кезеңде мынау билік ауысты. Билік ауысқаннан кейін біздің басшымыз, мемлекет басшысы Тоқаев, біз тарихымызды жошы ұлысына дейін жылжыттық. Қазір жошы ұлысының пәленбай жылдығы аталып өтуге дайындалып шығады. Түсіндіңіздер ме? Демек қазақтың ұлттық мемлекеттілігі 91 жылдан 17 жылға, 17 жылдан 15 ғасырдың ортасына, енді 13 ғасырдың бас кезіне ары қарай жылжып жатыр. Әлі уақыт келеді. Уақыт келгенде біздің қазақ мемлекеттілігінің генезисі сонау сақ қоғамына дейін баруы керек. Бұл ресми түрде. Ал ғылыми тұрғыда біз әрине өзіміздің тарихымызды ежелгі дәуірден бастаймыз. Ежелгі дәуірден бастаймыз. Сақ дәуіріндегі өмір сүрген ата-бабалардың, олардың қалыптастырған мәдени, саяси, рухани құндылықтарының егесі, мұрагері біз қазақтар. Ал біздің қазақтың арасында келіп сіңіп отырған басқа ұлттың өкілдері, европалықтар әсіресе, олардың бұл жерге ешқандай моральдық құқы жоқ. Ешқандай моральдық құқы жоқ. Бұл жердің егесі, автохтонды иесі ол қазақтар. Осы концепцияны біз ғылыми тұрғыда дәлелдеп қойғанбыз. Енді осы мәселеге билік тарапынан ресми баға керек. Мынау көршілес Қырғыз Республикасы өздерінің мемлекеттілігінің 200 жылдығын, тағы бір мемлекеттер 2200 жылдығын белгілеп атап қойып жатыр. Мәселе қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының пәленбай жылдығы деп жаңағы дабыр айтудың керегі жоқ. Бұл жерде мәселе біз ежелден осы елдің иесі, жердің иесі екендігімізді дәлелдейміз. Осы тұрғыдан алып қарағанда, кешегі 1991 жылғы тәуелсіздігіміз ол сырт көзге қазақ ұлты 20 ғасырдың соңында ғана қалыптасты деген бір алдамшы бейне қалыптастырады. Ал шын мәнінде қандай? Шын мәнінде 91 жыл біздің қазақ ұлттық мемлекеттілігінің жаңа кезеңі ғана болды. Жаңа кезеңі ғана болды. Осы сендердің ойларында болатын болсын. Мынау араб жаулаушылары деп айтамыз біз. Араб басқыншылығы деп айтамыз. Бұл араб жаулаушылығы, басқыншылығы кейін жаңағы діни, мәдени, сауда байланыстарына ұласып, ары қарай түркі, ислам өркениеті қалыптасуына негіз болды ғой. Міне, сол араб жаулаушылығына дейін де қазақ болған. Осындайда мынадай әдебиетті айта кетейін. Қойшығара Салғара Аулы деген қазақтың жақсы бір жазушысы бар, тарихшысы бар. Сол кісінің қазақ болғанға дейін деген кітабы бар. Бұл 1465 жылға дейін кезең. Қазақ болғанға дейін. Екінші кітабы қазақ болғаннан кейін. Міне сол 15 ғасырдың ортасынан осы кезге дейін. Осы кітапты тауып алып оқыңдар. Енді қызықты, әдемі тілменен жазылған кітап. Бұл барлығына